Ұстаздар, оқушылар бүгін Абай атындағы орта мектебінің бастауыш сыныптарында тіл асыл қазына атты тіл апталығы өтеді. Бұл апталықтың өтілу мерзімі 21-28 қараша аралығы. Апталықтың мақсаты тілге деген құрметті арттыру, балалардың тәрбие менен оқуды ұштастыра отырып, тіл мәдениетін сақтау, сөз байлығын арттыру, сонымен бірге оқушыларды отансүйгіштікке, ұлтжандылыққа, тілді құрметтеуге тәрбиелеу мақсатында өтеді. Бұл апталықтың барысында әр сыныптар осы тілге қатысты газеттер шығарады, сонымен бірге ашық сабақтар өткізіледі, ата-анамен тренинг жұмыстары жүреді, сыныптан тыс тәрбие сағаттары өтеді, көптеген іс-шаралар өткізіледі және арнайы комиссияның құрамымен осы аптаның соңында, яғни 28 қараша күні жақсы белсене қатысқан оқушыларға көркем сөз мәнерінен сайыс та өтеді. Жақсы қатысқан оқушыларға, осы апталыққа белсене қатысқан ұстаздарға, жаңа технологияның әдіс-тәсілдерін өте шебере қолдана білген ұстаздарға және көркем сөз мәнерінен сайыстан сабақта өте белсенді қатысқан оқушыларға арнайы мектептің комиссиясының құрамының шешімімен марапаттау қағазы ұсынылады. Және апталықтың соңы концерттік бағдарламамен аяқталады. Сондықтан да апталыққа бәріміз белсенді қатысуға шақырамын.